Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Ас үйде апталап, айлап тұратын азықтың бірі алма. Оның табиғи емдік қасиеті жайлы ойланып көрдіңіз бе? Алманың қандай пайдасы бар? Алма көптеген ертегілер мен хикаяларда сұлулық, денсаулықтың символы болып бейнеленеді. Бұл адамдардың ертеден-ақ алманың қасиетін біліп, бағалағанын хабар береді. Өмірді ұзартады. 2011 жылы Америкадағы химиялық қоғамның өткізген зерттеу нәтижесі бойынша алманың көмегімен өмірді 10%-ға ұзартуға болатынын анықтаған. Және де алма жегеннен кейін ағзаның белсенділігі де арта түседі екен. Бұл зерттеу жануарларға қолданылғанымен нәтижесі адам ағзасына да қатысты дейді. Есте сақтау қабілетінің жақсарады. Массачусетс штатының университеті жүргізген зерттеу нәтижесі бойынша алма мида ацетилхолиннің санын көбейтеді. Ол мидың жаңа құрылымдарын құрып, өзгертуге көмектесетін нейропластикалық модуляцияның қызметін іске қосады. Мидағы есте сақтау қабілетінің жақсаруына әсер етіп, Альцгеймер ауруын алдын алады. Инфаркт, инсульт қаупін азайтады. Әдетте инсульт, инфаркт аурулары ЛДЛ холестериннің көп болуынан туындайды. Ал алма ол холестерин санын 23%-ға азайтады. 18-50%-ға дейін төмендетіп, өзге зиянды ауруға апарып соғуы мүмкін. Ал алма мұндай артық ауруларға төтеп береді. Ісік ауруларын алдын алады. Гавай аралында жүргізілген зерттеу нәтижесінде ең көп алма жеген топта қатерлі ісік ауруының пайда болу қаупі 40-50%-ға дейін төмендеген. Алманың құрамындағы антиоксиданттар адам ағзасында өкпе ісігінің пайда болуына әсер ететін үдерістерге бөгет. Достар, осы видео ұнаса лайк басып, менің каналыма қолдау білдіріп, жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар, достар.